Еліміздің ұн өндірушілері дабыл қағуда. Олар экспортқа шықпай қалған ұн жарамсыз болып қоймада қалып қояма деп алаңдайды. Бұл тек өнімнің рәсуа болуы ғана емес, экономикаға төнген қауіп дейді олар. Ауғанстанға үлкен көлемде ұн экспорттайтын еліміздің қалтасы қағылып қалу мүмкін. Бұған сарапшылар не дейді? Лаура Қуанышқызы толықтырады. Таяу шығыстағы тәліптердің төңкерісі елімізге экономикалық қауіп төндіріп тұр. Мамандардың сөзіне сенсек, былтыр Қазақстан Ауғанстанға 1 миллион 152 мың тонна бидай өнім жөнелткен. Биыл жағдай басқаша. Афганский рынок для экспортеров муки он самый большой. Ауғанстан ұн экспорттаушылар үшін ең үлкен сауда алаңы. Біз Ауғанстанға жалпы экспортталатын ұнның 2/3 бөлігін сатамыз. Өткен жылы 1100 тонна ұн жібердік. Ал жақсы кезеңдерде 1500 тоннаға жететін. Ал қазір жағдай қиын. Өйткені біздің ұн жарамсыз болып қалуы мүмкін. Бірақ экономистердің айтуынша Ауғанстан мен еліміз арасындағы экспорт тоқтай қоймайды. Тіпті көбеюде мүмкін дейді. Өйткені Ауған елінің экономикалық пәрмені төмен болғандықтан ұнға сұраныс керісінше артады деген ойда. Тек сәтті келісім жасау керек дейді. Сондықтан әрине біраз күте тұру керек Арастанда. Арадағы негізгі байланыстарымыз үзілмейді. Біздің енді үлкен бір инвестициялық жобаларымыз жоқ. Ал сауда жаңағы экспорт импорттарымыз сол дәрежесінде қалса керек, я болмасам көбеюі мүмкін. Жауапты ведомствоның мәліметінше, былтыр пандемияға байланысты әлемдік сауданың көлемі қысқарды. Бірақ Ауғанстан мен еліміздің арасындағы сауда байланысы 55%-ға артқан. Сол кездегі экспорттық пайда 620 миллион 700 мың ақш долларына жеткен. Основным товаром экспорта является мука. Қазақстанның Ауғанстанға жіберіп отырған басты тауары ұн. Одан түсетін пайда 330 миллион доллар. Одан өзге қазақстандық мекемелер Ауғанстанға автомобиль бензинін, зығыр тұқымын, минералды тыңайтқыштарды тасымалдайды. Әрі таяу шығыс елінде елімізде өндірілетін күнбағыс майына сұраныс жоғары. Ал Қазақстан Ауған елінен ауыл шаруашылық өнімдерін алады. Экономистің ойынша алаңдауға негіз жоқ, өйткені өзге елдерде де бұл тауарлар өндіріледі. Тек тәліптер билік басына келгеннен бері бүкіл қаржы жүйелері бұғатталған. Бұл жердегі қазіргі болып отырған үлкен мәселе ол Ауған банктеріндегі, төлем жүйелеріндегі бұғаттау мәселесі. Яғни біздің тауарларымыз Ауғанстанға қазір жеткізіліп те жатыр, бірақ та Ауған тарапынан нақты сол тауарлар бойынша төлем болмай жатқандығы қазір үлкен мәселе болып тұр. Меніңше бұл уақытша үрдіс. Отандық сарапшыларды тауардың қауіпсіздігі алаңдатып отыр, бірақ саяси тұрақтылық қалыптасқанша, келіссөздер жүргізілгенше шыдауға тура келеді дейді. Лаура Қуанышқызы, Астана Таймс.